Сәлеметсіздер ме? Хош келдіңіздер. Есімім Арна Муканова, тарихшымын. Бұл видеоконтенттің бірінші түсірілімі, подкаст қолдаушылары және ұйымдастырушылары экранда көрсетілген. Бүгін қонақта жас исламтанушы, теолог Мағзұм Мұхаммад Қуанышұлы. Хош келдің. Қош көрдік, рахмет сіздерге. Қалай жеттің? Жақсы, ақырындап. Бүгінгі подкастқа түсіруге келісімді бергенің үшін өз атымнан үлкен алғыс айтқым келеді. Себебі бүгінгі күні мықты теологтарды табу өте оңай емес. Жұмыстардың бірі әсіресе өзің сияқты араб тілін шебер меңгерген жас, талапты, талантты, ізденімпаз жастарды көргенде біз өте қуанамыз. Рахмет сіздерге. Айта кету керек, Мұхаммад ол Алматы қаласында орналасқан Нұр-Мүбарак Египет мәдениет университетін ең үздік студент категориясында тәмамдаған, араб тілінің айтып кеткенде шебер маманы. Шет елге кетіп қалмай, өзінің қаласына оралып, Екібастұз қаласында біздің орталықтың атынан жақсы қызмет етіп жатыр. Оған да өзіңе жеке бір рахмет. Енді бүгінгі тақырыпты айта кету керек. Исламтанушы теологты біз текке шақырып отырған жоқпыз. Біздің мақсатымыз қоғамдағы діни радикализмді талқылау болды. Өзіңе бірінші сұрақ, Мұхаммад. Жақсы, өте сондай пайдалы жауапты аламын деп сенемін. Себебі мен осы уақытқа дейін өзіңмен бірнеше рет сөйлескен кезде біліміңнің терең екенін, талмай еңбек етіп жүрген жастардың бірі екенін байқадым. Мұхаммад, діни радикалдардың көздеген түпкі мақсаты дегенмен қандай осы қоғамда? Бізде жалпы түсінуіміз керек, топтар, жалпы исламдық топтар, тек қана исламдық топтар емес, басқа да діни топтар, діни ағымдар, біз оны теология саласында деструктивті діни ағымдар деп айтамыз. Ол қазіргі заманауи термин. Бірақ та ол феномен, радикализм феномені тек қана осы 21-ші ғасырдағы феномен емес. Ол нәрсе христиан дінінде де болды, тарихтан өзіңіз жақсы білесіз, жаңағыдай крест жорықтары да болды. Сонымен қатар пайғамбар дүниеден өткеннен кейін, Мұхаммед пайғамбар дүниеден өткеннен кейін ислам әлемінде де бірнеше топтар пайда болды. Жалпы исламтанушы болғаннан кейін, исламтанушылар осы ислам көзқарасы бойынша, ислам танушылардың призмасы бойынша бізде радикалдардың шығу себептерін екіге бөледі. Бірінші себеп бұл бізде адам факторларына қатысты туындаған себептер. Адамға қатысты себептер, адам факторы бойынша. Екінші себеп бұл діни мәтіндерді түсіну бойынша, діни мәтіндерді түсінуге келген кезде пайда болған себептер. Бірінші себеп адам факторына қатысты, бұл мысалы мәдени себептер, әлеуметтік себептер, саяси себептер, географиялық себептер деп бөледі. Ал діни мәтіндерді түсінуге қатысты себептер, бұл мысалы Құран аяттарында тура мағынада келген аяттар бар, ауыспалы мағынада келген аяттар бар. Сонымен қатар ислам ғалымдары қойып кеткен ережелер бар. Сол ережелерден ауытқыған дәстүрлі ислам деп айтамыз ғой. Өзіміздің мысалы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бекіткен, Ханафи мазхабы ғұламаларының қойған ережелері бар дегенде, содан ауытқыған, содан тыс дәстүрлі исламның шеңберінен тыс шығып кеткен бізде сондай түсініктер бар. Ондай дұрыс емес интерпретацияларды берген кезде ол осы себеп бойынша жаңа ағымдар туындайды. Енді қандай мысал келтіре аламыз? Мысалы, бағанағы айтқанымыздай әлеуметтік себепті алатын болсақ, әлеуметтік себеп дегеніміз социальное общество, сол бір қоғамда пайда болған себепке орай сондай бір ағым пайда болады. Мысалы, харижилер деген топ болған ислам әлемінде. Ол пайғамбар дүниеден өткеннен кейін үшінші халиф болып Осман ибн Аффан деген кісі ислам халифатының үшінші басқарушысы халифы болды. Сол кісінің тұсында харижилер пайда болды. Харижилердің өмір сүрген төңірегі, олар шөлді аймақтарда өмір сүрді. Шөлді аймақтарда өмір сүргендіктен әлеуметтік себептерге байланысты олардың да бірнеше көзқарастары болды. Ал Мурджия, Муътазила секілді де ағымдар болды. Олар керісінше шөлді жерлерде емес, олар қалалық жерде, мәдениет дамыған жерде, өркениет дамыған жерлерде өмір сүргендіктен біз олардың көзқарастарына, идеологиясына қарайтын болсақ, ол да білінеді, көрінеді. Мұхаммад,
біз осы діни радикалдардың мақсатының қазіргі қоғамдағы жоспарлары бойынша кішкене тақырып соған қарай бұрылсақ, менің бір естіген осындай мәліметім бар. Діни радикалдар белгілі бір ұлтты өзінің дәстүрінен, территориясынан, мәдениетінен, яғни әдет ғұрып салт дәстүрлерінен, ғылымынан, ақылынан ажыратқысы келеді дейді. Бір сөзбен айтқан кезде белгілі бір ұлттың ұлт екендігін білдіретін ерекшеліктерден айырғылары келеді дейді. Ол қаншалықты рас? Ұлт мәселесі ол исламда керісінше құпталған нәрсе. Себебі қосып кетуге бола ма? Мен осы тақырыпқа байланысты аздап дайындалған кезде қасиетті кітапта нақты ұлтқа байланысты ұлт деген нәрсе ол бар нәрсе екен, оны ұстануға болатын нәрсе екен. Тіпті атап өтуге болатын шығар. Худжрат сүресінің 13-ші, егер шатаспасам, 13-ші аятында ұлт жөнінде айтылған екен дейді. Яғни мен сендерді бірнеше ұлттарға бөлдім, бір-бірлеріңнен өзара сендерді айыру үшін деген. Сонда былай қарап отырсаң, діни радикалдардың негізгі мақсаты ислам канондарына сәйкес келмей жатыр ғой. Жаңағы сіз келтірген аят Худжрат сүресінің 13-ші аятында Құранда былай деп келген: біз сендерді ер мен әйел қылып жараттық және ұлт пен ұлысқа бөлдік дейді. Сол аяттың соңында Құранда келеді литаарофу дейді, яғни бір-бірлерімен танысу үшін дейді, білісу үшін дейді. Енді сұрақ туындайды: егер де біз енді конфессияаралық қарым-қатынастарды талдау және дамыту орталығында істегеннен кейін бұл жерде бір ұлтқа біз жаман көзқараспен, жек көрінішілікпен қарайтын болсақ, бұл аятқа біз сай келмей қаламыз. Өйткені сіз бір ұлтты жек көретін болсаңыз, сіз Алла тағала енді Құранда айтқандай, сіз қалай басқа ұлтты танисыз, оның тілін, мәдениетін қалай танисыз. Сол үшін бұл аятта бір-бірімен танысуларың үшін, білісу үшін, тануларың үшін деп келгендіктен, ол жерде басқа ұлттармен жақсы бейбітшілік қарым-қатынасты орнату керек дегенді білдіреді. Сонымен қатар бізде кейбір адамдар, ол пайғамбардың сөзінде де келген, Мұхаммед пайғамбардың сөзінде ол жерлерде келеді, пайғамбар нацизм дейді ғой, ұлт жандылық емес, ұлтшылдық. Өзіңнің ұлтыңды басқа ұлттардан жоғары қойып, бірақ басқа ұлттарды төмендету, немесе құқықтарын бұзу. Пайғамбар өзінің сөздеріне, хадистерінде ол нәрсені қатты сөккен. Өйткені пайғамбардың бір сөзінде келеді, ол Абу Дауудтың кітабында келген ол хадис. Пайғамбар айтады ол жерде, кім сол нацизм дейді ғой, ұлтшылдыққа, ұлтжандылыққа емес, ұлтшылдыққа кім шақыратын болса, кім соны ұстанатын болса, ол бізден емес дейді. Яғни исламның көзқарасы емес, исламның ұстанымы емес, мұсылман адамның бойында табылатын қасиет емес дейді. Сол үшін бұл жерден түсінетініміз, пайғамбар айтып кеткендей, сонымен қатар Құранда да келгендей, басқа ұлттарға көзқарас дұрыс болу, және осы радикалды көзқарастағы адамдар ұлттық идентификацияны жою арқылы адамдарды бір беткейлікпен, бір серая масса деген секілді бір тобыр ретінде барлығын бірге жинайды. Бір тудың аясында жинайды, бір идеологияның, бір ұстанымның аясында жинайды. Себебі мен өзім тарих факультетін бітірдім, онда этнография, этнология деген пәндер бар, қазір оны тарихи антропология деп атайды. Онда нақты ұлттардың ерекшеліктерін зерттейді. Ұлттар қалай пайда болды? Адам мен жердің арасындағы байланыс, диффузия дейді. Солай жаңағы адамның өзі қалыптасады, адамның сол жерге икемделу процесінде әдет ғұрып салт дәстүрлері қалыптасады. Ол сол бір ұлттың өзіндік ерекшеліктері. Енді оның болу керектігі қасиетті кітапта жаңағы сүре аятымен нақтыланып тұр. Енді менің түсінбейтінім, неге жаңа діни радикалдар бұны жоққа шығаруға тырысады? Олардың мақсаты, түпкі мақсаты сонда ұлтты жойып жіберіп, барлық өзінің құрамына тартқан адамдарды ұлты жоқ, тілі жоқ, діні жоқ, бір массаға айналдыру арқылы сосын солай оларды жалпы адам өз ұлтын жақсы көру, бұл жақсы нәрсе. Себебі пайғамбардың басқа да сөздері бар, біз оны келтірсек болады, бірақ жалпы қысқасы ретінде, қысқа айтатын болсақ, ол керісінше ол өз ұлтыңды жақсы көру пайғамбар құптаған. Ондай хадистер бар, пайғамбардың сөздері бар. Бірақ та ол пайғамбар неге оны айтып жатыр?
себебі әр өлкеде, әлемде тұратын ұлттардың өзінің идентификациясы, өзінің тілі, мәдениеті, салт дәстүр, әдет ғұрпы болғаннан кейін, ол қазіргі біздің зерттеулеріміз бойынша, тек қана біздің емес, психолог мамандардың, теолог мамандардың зерттеулері бойынша, ол жерде бұл жақсы бір иммунитет, антивирус болып табылады. Себебі өзіміз осы Павлодар қаласында 45-ші, 46-ші, 63-ші түзету мекемелерінде жұмыс істейміз. Осы экстремизм, терроризм бойынша қылмыстық кодекс бойынша бірнеше баптармен сотталған адамдар бар. Оларға біз сөйлескен кезде, жеке кездесулер өткізген кезде, олар көбінде 80% өз тілдерін, қазақ тілі деп айтсақ, енді қазақтарды алатын болсақ, өз тілдерін нашар білетіндер, сонымен қатар салт дәстүрін түсінбейтіндер, өзінің жет атасын білмейтіндер, жаңағыдай, сондай адамдар көп. Біз оны байқадық. Сондықтан, егер оны ажырататын болса, ол ең басты иммунитет болып табылады. Егер одан ұлттық идентификациядан ажырататын болса, адамды кез келген жаққа бұру өте оңай болып табылады. Енді түсінікті болды. Мысалы, маған мынадай бір ой келеді тарихшы ретінде тағы да. Мысалы, біз исламға дейінде, қазір мені көрермендер сөгетін шығар, дегенмен біз исламға дейін белгілі бір ұлт болып қалыптасқан, тамыры тереңге кеткен халықпыз, түркі халықтарымызды. Жаңа моңғол түрік дейді ғой, соның түркі тармағымыз. Яғни исламға дейін біз белгілі бір территорияда өмір сүрген үлкен халық болдық. Ол мысалы сақтар мысалында, ол мысалы ерте түрік қағанаттарының өкілдері мысалында да мысалы. Содан кейін біз сол өзіміздің тарихи процесімізде исламды біз қабылдадық. Біз не үшін қабылдадық? Мен оны мысалы тарихшы ретінде түсінемін. Біз оны өзіміздің ұлтымызға исламда бар мәдениетті тәртіп ретінде пайдалану үшін. Бірақ дегенмен Ханафи мазхабы, Абу Ханифаның өзі ислам дінін түркі халықтарына, негізінен Орта Азия халықтарына икемдеді дейді. Бұл шынымен солай ма? Енді яғни біршама жұмсартты дейді. Енді біздің ата-бабаларымыз жалпы қазақ халқы Орта Азияда өмір сүргендіктен, тек қана қазақ халқы емес, түркі тілдес халықтар көбі 90% Ханафи мазхабын ұстанады. Өйткені біз Ханафи мазхабының үкім шығару методологиясына қарайтын болсақ, басқа мазхабтардан қарағанда, мысалы Шафиғи мазхабы бар, Малики, Ханбали мазхабтары секілді, Ханафи мазхабында бірінші Құраннан, одан кейін пайғамбар хадистерінен, одан кейін иджма дейді, барлық мұсылман, ислам ғұламаларының бір ауыздан келісуінен қияс дейді, аналогия жасайды, истихсан секілді, масолихул мурсала секілді, сонымен қатар осының ішінде жетіншісі әл-урф дейді, әдет ғұрыпқа жүгінеді. Ханафи мазхабы ғұламалары, сонымен қатар Абу Ханифа осы бір дін мәселелерінде де бір үкім шығарған кезде әдет ғұрыпқа жүгінген. Әдет ғұрып, мысалы өзіміздің қазақ ұлты болғаннан кейін, әдет ғұрып егер исламның басты қайнар көздеріне қайшы келмейтін болса, ал біздің қазақ халқының көп салт дәстүрлеріміз исламның Құран мен хадистерге, пайғамбар сөздеріне қайшы келмейді. Қайшы келмейтін болса, ол жерден үкім алуға болады. Сондай Ханафи мазхабы ғұламалары келтірген. Енді мен өзіміздің тақырыпты біршама басқа ракурсқа бұрғым келеді. Ханафи мазхабы бойынша намаз оқымайтын адам мұсылман болып есептеледі дейді. Ол шынымен солай да. Бірақ дегенмен мен мынадай бір мәлімет естідім. Намаз оқымайтын адам Ханафи мазхабы оны мұсылман деп есептегенмен де ол бәрібір бір күнәні арқасына артып жүр дейді. Ол шынымен солай ма? Ол шынымен солай. Ол ислам әлемінде де сол пайғамбар заманнан бері, пайғамбар дүниеде өткеннен бері ол нәрсе келе жатыр. Бізде Ханафи мазхабының көзқарасы бойынша намаз оқымайтын адам мұсылман болып табылады. Ол діннен шықпайды. Жақында осы Рамазан айында бір үлкен шу көтерілді, бір видео шықты. Ол видеоны сіздер де көрген шығарсыздар. Көп жамағаттар намаз оқымайтын адамдардың өзі ол видеоны жіберген бізге мамандарға. Ол жерде бізге видеоны жіберген кезде былай айтылады: кім ораза ұстайды, бірақ намаз оқымайды, ол адамның оразасы қабыл емес деген видео түсірілді. Сол кезде сұрақ туындайды, неге ол қайдан ол көзқарасты алды? Өйткені ол кісілердің көзқарасы бойынша, сол радикалды ұстанымдағы кісілердің көзқарасы бойынша намаз оқымайтын адам діннен шығып кетті. Значит, одан кейін ораза ұстаған оған ешқандай пайда бермейді деген көзқарастанады.
сондай көзқарасты келтірді. Бірақ та біздің ханафи мазхабының көзқарасы бойынша намаз оқымайтын адам мұсылман болып табылады. Неге? Қандай дәлелге жүгінеді? Себебі бірінші Құранда мынандай аят бар. Я айюхаллазина аману иза кумтум иля ссала деп Алла Тағала Құранда айтады. Ей иман келтіргендер, намазға тұратын болсаңдар деп айтады. Сол кезде Құранның аятына мән беретін болсақ, егер намаз оқитын болсаңдар деген сөйлемге дейін ей иман келтіргендер деп айтылып тұр. Бұл жерден ханафи ғұламалары, аят мазхабының ғұламалары, адам намаз оқығанға дейін Алла Тағала оны ей иман келтіргендер деп оларды иманмен сипаттап жатыр. Екінші дәлеліміз, ораза енді ғана парыз етілген кезде Алла Тағала осы аятты түсірді. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum дейді. Ей иман келтіргендер, сендерден бұрынғы қауымдарға ораза парыз етілгендер, сендерге де ораза парыз етілді дейді. Сол кезде ханафи мазхабының ғұламалары айтады, ораза парыз етілгенге дейін де Алла Тағала осы аятты аяттың басында Я айюхаллазина аману, ей иман келтіргендер деп сипаттап жатыр дейді. Значит, ол адам намаз оқымаса да, ораза ұстамаса да, ол адам мұсылман болып табылады деп тұр. Бірақ та әрине, біз білеміз, намаздың орны өте жоғары. Құранда да қаншама намазға қатысты аяттар келген. Ол адамның жағдайын Алла Тағала қияметте өзі шешеді, өзі біледі. Бірақ ол адамды біз діннен шығармаймыз. Бірақ намаз ол діннің тірегі, әрине. Дегенмен ол ханафи мазхабы бойынша мұсылман болып есептеледі, бірақ намаз оқымағандықтан бәрібір ол бір діннің күнәсін арқасында арқалап жүр деп түсіну керекпіз бе? Арқалап жүр деп айта аламыз, өйткені бұл жерде себебі оған нақты дәлел бар. Нақты бар, Құранда аяттар бар, оған қатысты. Бірақ та оны Алла Тағала өзі шешеді. Алла Тағала кешірем десе, Алла Тағаланың мейірімі шексіз. Себебі біз кез келген сүрені оққан кезде не деп айтамыз? Бисмиллахир-рахманир-рахим деп айтады. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын дейді. Логикалық маған мындай ой келеді да, адамдар енді мысалы мұсылман болып, түркі халықтарынан да, мысалы қазақ ұлтының өкілі мысалы мұсылман болып, туғаннан кейін мұсылман болып есептеледі. Бірақ мен енді намаз оқуға уақытым жоқ деп ойлап, бірақ өте көп жақсылықтар жасап, Алланың алдында көп сауап істейтін шығар. Жақсылыққа шақыратын шығар. Келесі бір тағы да менде мынадай сұрақ бар. Өзің тікелей осы діни радикалдар өкілдерімен жұмыс жасап жүргендіктен, олар салафиттер, олар вахабиттер, олар мадхалиттер деген терминдерді жиі естиміз. Осының ішінде мысалы салафит деген термин, ол нені білдіреді? Нақты қысқаша. Вахабизм деген қандай мағынаны білдіреді? Және мадхалиттер дегенді өзіңнен өте жиі естимін. Олар кімдер? Енді бізде официальный сайт бар, gov.kz. Сонымен қатар біз Цармо орталығы, біз осы ақпараттық түсіндіру жасаған кезде ақпараттық түсіндіру тобы ретінде брошюралар таратамыз. Сол брошюралардың бірінде осы 23 топ келтірген. Көрермендерге айтып кету керек, бұл қазіргі айтылатын топтар Қазақстан Республикасының аумағында тыйым салынған. Оларға жақындауға болмайды, олармен араласуға болмайды. Қазақстан Республикасының аумағында сот шешімі бойынша тыйым салынған топтар бар. 23 топ бар, gov.kz сайтында. Ол мысалы қандай топтар? Аль-Каида, Фронт Ан-Нусра, жаңағыдай организация освобождения Восточного Туркестана секілді топтары бар. Талибан секілді болған, сондай 23 топ бар. 23 топ бар. Енді ол топ біз неліктен салафизм, вахабизм өкілдерінің көбісі осы топтарға кірген, осы топтардың бастаушылары деп айтамыз. Өйткені ол тарих куә оған. Сол ағымның өкілдерінің көбісі осы топтардан шыққан. Бірақ та салафизм, вахабизм ағымының ұстанатын адамдары тек қана солар радикал деп шектеп тастауға да болмайды. Себебі өзіміздің кейде дәстүрлі исламды ұстанатын кейбір адамдардың өзінен радикалдар шығып жатады. Бірақ та көпшілігі дейміз, көпшілігі осы салафизм, вахабизм ағымының өкілдерінен шыққан. Енді бағанағы сұрағыңызды қойдыңыз, салафизм деген не, қайдан шықты ол термин? Қандай мақсатпен алып отыр ол атауды? Мысалы, вахабизм ол Алланың бір аты. Ол түсінікті. Салафизм деген атаудың арабша мағынасы бар, солай ма? Енді мынандай нәрсе бар. Қандай мақсатпен бұл атауды өздеріне? Алла Тағаланың 99 көркем есімі бар. Пайғамбардың хадисінде анық келген сөзінде. Алла Тағаланың Әл-Уахаб деген есімі бар. Бірақ та осы
ваххабизмнің негізін қалаушылардың бірі, негізін қалаған адам, ол 18-ші ғасырда өмір сүрген, Сауд Арабиясында дүниеге келген, 18-ші Нечд деген жерден шыққан, сол өлкеде Нечд деген жерде. Ол кісінің аты Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Көрерменге айта кету керек, оның кітаптары тыйым салынған. Қазақстан Республикасының аумағында оның кітаптарын сақтауға болмайды, оқуға болмайды. Егер де ондай кітаптар табылатын болса, құқық қорғау органдары қызметкерлерінің тарапынан сіз жаза тартуыңыз мүмкін деп ескертіп кетеміз. Мухаммад ибн Абдул-Вахаб деп аталған себепті оның есімі, сол үшін ваххабизм деп сол есім шыққан одан. Соның ұстанушылары, соның соңынан ергендер болғандықтан ваххабизм деген есім шықты. Ал енді салафизм дегеніміз енді ол былай. Енді ислам ғұламалары жалпы пайғамбардың сөзіне жүгіне келе, сонымен қатар Құрандағы аяттарға жүгіне келе, исламның алдыңғы 3 ғасыры, яғни пайғамбар, оның оқушылары, жандағы достары сахабалар, сахабалардың оқушылары табииндердің оқушылары атбау табиин, осы 3 ғасыр исламда алтын ғасыр болып саналады. Арабша айтатын болсақ, ас-салафус салих дейді. Алдыңғы ізгілер деген атау білдіреді. Праведный предшественники деген мағынаны білдіреді. Осы ағымның ұстанушылары қазіргі 21-ші ғасырдағы, біз оларды салафиттер деп айтпаймыз көбінде, псевдо-салафиті деп айтамыз. Неліктен? Өйткені олар өздерін сол алдыңғы 3 ғасырдағы адамдардың соңынан ереміз. Олар ас-салафус салих, игі ізгілер, ізгі жақсылар болғандықтан біз де салафиттерміз деп өздерін айтады. Сол алдыңғы 3 ғасырға өздерін байлайды. Мысалы біз ханафи мазхабын ұстанамыз ғой. Абу Ханифа. Сол үшін біз ханафи деген термин 21-ші ғасырда да қолданылады. Дәл солай олар алдыңғы 3 ғасырдың адамдарын ұстанамыз деп айтады. Біз салафиттерміз деп айтып атады өздерін. Өзіңнен матхалит деген атауды жиі естиміз. Бұл матхалит емес дейді. Иә, кейбір адамдар өздерін мен матхалитпін деп айтады. Салафилік бағыттағы адамдар. Неліктен? Өйткені дәл солай ол кісі әлі күнге дейін қателікте тірі. Рабия аль-Мадхали деген кісі болған. 21-ші ғасырда өмір сүрген, 20-21-ші ғасырда өмір сүрген. Рабия аль-Мадхали деген кісі аты айтып тұр. Сол кісінің соңынан ұстанушылары матхалиттер деп аталып кетті. Иә, неліктен олардың бір черта дейді ғой, ерекшелік дегенде сипаты қандай? Олар былай деп айтады көбінде. Біз Қазақстан Республикасының заңын сақтаймыз. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевты біз мойындаймыз, басшыға бағынамыз. Кім басшыға бағынбайды, сол жаңағыдай күнә жасайды деген секілді лозунгтар бар. Олар сонымен адамды қызықтырады. Міне мен заңға бағынам, мен Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға мен соңынан ереймін, мен оны басшы ретінде мойындаймын деген секілді сөздер айтады. Бірақ та түпкі іштеріне зерттей келетін болсақ, негізі олай шындап келмей атады кейде. Сәйкес келмейді. Сәйкес келмей атады. Ұрандары мен іс-әрекеттері сәйкес келмей атады. Енді мен ойлаймын, барлық мұсылмандарды, діни мүміндерді қызықтыратын сұрақтардың бірі, менің өзімді қызықтыратын сұрақтардың бірі, ол жалпы исламда кредит және ипотека әлі де харам болып есептеле ме? Біздің қоғамда, мысалы, ислам дінін ұстанушы мүміндер және басқалары бізге кредит алуға болмайды деп айтады. Иә, пайғамбарымыздың, біз Құранның аяттары бар, пайғамбардың сөздері бар. Енді біз оның контекстіне қарауымыз керек. Сол кезде пайғамбардың заманында кредитке берген адамдар қазіргі кредиттік жүйе ретінде үстінен пайыз қосып ақшаны қайтарып алуды сол кезде де қолданған. Мұсылмандардың сол кездегі өмір сүрген Сауд Арабиясындағы мұсылмандардың жағдайы төмен болды, қаражаттары жетпеді. Сол олардың жағдайын одан сайын ауыртпалық тудырмас үшін пайғамбар кредитке қатысты қатты сөздер айтқан. Кредит алуды, енді қазіргі кезде бұны кредит деп айтамыз ғой, ол кезде процентпен сол ақша қайтаруды олар пайғамбар содан қатты сөккен, алмаңыздар деп. Енді қазіргі кезде біз заманға қарайтын болсақ, қазіргі кезде
былай айтқанда среднестатистический дейді ғой, адам мысалы бір ипотекамен болсын бір нәрсе үй сатып алу үшін оған кейде қиындық соғады. Бізде инфляция бар, сонымен қатар сол банк жүйесіндегі жұмыс істейтін адамдар бар. Егер оның барлығын біз проценттік жүйені қарайтын болсақ, олардың жалақысына кетеді. Сонымен қатар инфляция арқылы сол кредиттің үстем болған жаңағыдай үстіңгі қосылатын бағасы, сонымен қатар ипотеканың үстінен қосылатын бағалардың бары олардың қаражаттарына, нелеріне кетіп жатады. Кейбір сол өзіміздің мысалы Астана қаласында Еуразия ұлттық университетінде Кеңшілік Тышхан деген ұстазымыз бар. Ол кісі сол PhD доктор болып табылады осы дінтану саласында. Ол кісі бізге сабақта былай деп айтқан, кредит және ипотека мәселесі жөнінде ол кісі осы рұқсат деген секілді көзқарасты ұстанады. Рұқсат деп айтуындағы мақсаты, егер адам бір зәрулік жағдай көріп жатса, мысалы әрдайым үйді жалға алып тұрады, бірақ та өз үйіне біреуге төлегеннен қарағанда ипотека алып өз үйіңе салған әлде қайда жақсы. Әрине біз түсінеміз, Құран аяттарында, хадистерде бірнеше сөгіс келген ол хадистер, бірақ та оны да біз контекстпен қарап түсінуіміз керек. Ол енді ерте орта ғасырларда жалға ақша берген кезде, ол ақшаны қайтара алмаған кезде, сол қайтара алмаған адамның өзін, отбасын базарда сатып жүрген екен. Ондай жағдайларда болған. Соған байланысты осы қатал тыйым, ислам тарапынан қатал тыйым ойластырылған екен дейді. Мен осындай бір оның тарихына байланысты мәлімет алдым. Дегенмен ислам тәртібі бойынша жалға ипотекаға үй алуға болады. Бірақ оның пайыздық көрсеткіші төмен болу керек та? Олай емес пе? Әлде жаңағы біздің елде бар банктердің ішінен ислам банкингі өзінің терезесін ашып қою керек па? Сосын соның тәртібімен несие алыну керек па? Мен түсінгенім дұрыс па? Енді ипотекаға, кредитқа қатысты келген тыйымдар бар. Біз оны жоққа шығармаймыз. Бірақ та біз айтып атқанымыз бойынша, исламда оны әл-уақия дейді, қазіргі хал, қазіргі жағдаят. Қазіргі жағдайда кейбір адамдардың бағанаға түсіндіргеніміздей жалға алу, жалға беру секілді үйде тұру қиындыққа соғып жатады. Ипотека алу өте тиімді болып тұрады. Сонымен қатар зәрулік жағдай болғаннан кейін оны исламда ад-дарурат дейді. Яғни зәрулік жағдайлар кезінде, сондай кезде адам сол жағдайға қарап алса болады. Сондай кезде. Сол енді біз жаңалықта, жақында біз жаңалық шықты. Қателеспесем, отбасы банкі, отбасы банкінің басқарушысы, ол кісі өзінің бір жаңалықтарда ислам банкингі, ислам құндылықтары, ислам ережелері бойынша сай келетіндей ипотекамен үй алатындай, Қазақстанда енді көпшілігі мұсылмандар тұрғандықтан оларға қарастырып үй беру мәселесін жалпы қарастырылып жатыр деп жаңалықта шыққан. Сонымен қатар отбасы банкынан тыс бізде Алматы қалаларында, Астана қалаларында бізде бірнеше банктер жұмыс жасайды. Ислам банктері, ислам шарттарына сәйкес келетін. Солардың бірін айтқанда осы ислам тұрғысынан пәтуа беріп жүргізіп отқан имамдардың бірі бұл Мақсатбек Қайырғалиев. Ол кісі осы PhD докторант, сонымен қатар осы Әзірет Сұлтан мешітінде жұмыс жасайды Астана қаласында. Ол кісі осы ислам банкингі бойынша исламский финансы деген секілді кітап жазған. Ол кісі қазір кезде әлемде 21 ғасырда өмір сүріп жатқан әлі бар. Ол кісі Мұхаммад Тақи Османи деген кісі бар. Сол кісінің қателеспесем урду ма, араб тілінен сол еңбекті орыс тіліне аударған. Ал қазіргі болса Нұр-Мүбарак баспасынан бізде ислам қаржысы дегендей кітаптар шығып жатыр қазақ тілінде. Мұхаммад, дерадикализация, оңалту жұмыстарымен өзің тікелей жұмыс жасап жүрсің. Осы оңалту жұмысының процесінде жұмыс істеген адамдарды көргеннен кейін, олармен араласқаннан кейін, олардың бір белгілі бір портретін қалыптастыра аласың өзің? Немесе олармен сөйлесу процесінде, екінші сұрақ бірге айта кетейін, олардың ислам терминдерін, ұғымдарын бұрмалауы, ол қаншалықты оларға тиімді? Ол қаншалықты олар жай білімді адам, ол исламның белгілі бір ұғымын бұрмалап отырғанын біледі.
Ал егер алдында мысалы жас, әлі ислам жөнінде түсінігі жоқ адам отыратын болса, немесе толықтай ешқандай білімі жоқ адам отыратын болса, ол білмей оны шындыққа қабылдауы мүмкін. Олар қандай терминдерді мысалы қалай бұрмалайды? Ішінде біреуін мысалы келтіріп айтып өтсең. Және олардың портретін қазір қалыптастыруға бола ма? Әлде ол өзгеріп тұра ма ол портрет? Олар өте әртүрлі бола ма? Иә, бізде бірнеше зерттеулер бар. Психолог мамандардың зерттеулеріне келетін болсақ, мен өзімнің магистрлік диссертация жұмысымның тақырыбы осы экстремизм үшін бас бостандығынан айырылған адамдарды педагогикалық, психологиялық жолдармен оңалту. Мен сол жұмыста психологиялық тұрғыдан неге ол адамдарды сондай жағдайға түсіп атады, олардың аспектілері, себептері қандай дегенде, енді бір портретіне келетін болсақ, оларда идейный абсолютизм деген нәрсе бар. Олар бір абсолютті бір идеяны исламды көреді. Мысалы, халифат деген түсінікті. Халифат деген түсінікті абсолютті бір ақиқат ретінде көреді. Таяу шығыстағы, мысалы, Сирия жерлеріне кеткен қаншама Павлодар облысынан азаматтарымыз бар. Олар ол жақта әділдік бар, адалдық бар, сенімділік бар деген сияқты. Олардың, мысалы, оларға портреті дегенде мен сұрақты кішкене түсіндіріп өтейін. Портреті дегенде олар, мысалы, осындай жас аралығындағы үйленген немесе үйленбеген, көп балалы немесе көп балалы емес деген бір портреті сондай бар ма олардың қалыптасқан? Әлде бұл портрет үнемі өзгеріп отыр ма? Жоқ, ондай нақты не жоқ. Өйткені біз өзіміздің практикада көп теологтар айтады барлығы. Ол жерде даже PhD, докторант, кандидат науктар кіріп кеткен бар, жатағынға түсіп кеткен. Бірақ олар дегенмен жас ерекшелігі әртүрлі. Кіріп шығып үлгергендер да. Себебі білімді адам ол жерде ұзақ тұрақтайды деп мен ойламаймын мысалы. Енді бұл жерде бар ондай адамдар әлі күнге дейін. Енді бұл сенім деген мәселе нәзік. Осы сенімді қолдану арқылы адам түрлі өзінің құйтырқы мақсаттарына адамды жетелей алады, апара алады. Сол жаңағы радикалды топтар дінді қолдану арқылы, жамылу арқылы сол адамдардың сенімін қолданып басқа жаққа бұрған. Мысалы, өзіміздің де жеке тәжірибемізде болды, ол нақты бір жас ерекшелікке шектелмейді. Бірақ та біз айтамыз, зона риска дейді, қауіпті кезең ол осы мектеп оқушылары. Менде мынадай ақпарат бар. Қазір жүргізуші теологтар айтып жүр, радикалдар өздеріне өте жас балаларды тартып жатыр қазір дейді. Сонда менде мынадай логикалық ой келеді маған. Егер олар мектеп жасындағы балаларды 15-16 жас өте жасарып кетті дейді, сондай балалар тартып жатыр дейді. Сонда олар енді өздерінің контингенті ретінде соларды көріп отыр. Қандай мақсатпен ол да мені ойландырады. Яғни одан жоғары, мысалы 21-22 университет бітіретін жастағы білімді азаматтарды тарту мүмкін оларға қиындыққа түсіп атқан шығар. Сондықтан да олар әлі ойы, білімі, дін жөнінде жалпы түсінігі қалыптаспаған аудиторияға өз уағыздарын жүргізіп жатқан шығар мүмкін. Және қазір мектеп жасындағы балалар интернет желістерінде өте көп отырады. Оның да бір себебі бар шығар. Ол да бір себеп бар. Себебі жастар интернетте өте көп отырады. Мысалы, TikTok, Instagram, YouTube секілді, Telegram, VK секілді сондай интернет желілерінде отырады. Сол жерде ойын арқылы, видео арқылы өздерінің ұстанымдарын тарату өте оңай. Сонымен қатар ол жастарда критикалық сыни ойлау, критическое мышление әлі толыққанды дамымағаннан кейін олар сенгіш болып келеді жастар. Сондықтан оларды сондай жаңа бір идеологияға тарту оңайырақ. Үлкен кісілерден қарағанда немесе студенттерді тартқаннан қарағанда. Сол үшін жастарды көбіне тартып атады. Өйткені біздің мысалы Екібастұз қалаларында да бірнеше өзімнен жеке басымнан өткен практикалар болды. Бір оқушы қыз, мектеп оқушысы. Сол кезде ол Roblox деген ойын ойнаған. Roblox ойын ойнаған. Біз жеке кездесу өткізген кезде ол Roblox ойнау арқылы сол жердегі общий чат болады. Барлығы бір-бірімен араласады. Сол жерде Telegram группалардың ссылкасын жіберген басқа адамдар. Ол бірге ойнап атқан адамдар. Сол кезде ол кіргеннен кейін бірнеше джихадқа, соғысқа, елдің қауіпсіздігіне нұқсан келтіретіндей сондай бір топтар болған. Лозунгтармен. Сондай топтарға кіріп кеткеннен кейін, ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің тарапынан ол шешіліп, ол кісілермен түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Сондай балалар ойын ойнау арқылы, мысалы қазіргі Discordта да отырады балалар. Discord бұл айтқанда араласатын, сөйлесетін, ойын ойнайтын бір платформа. Оны екінің бірі отырады, екінің бірі оқушы барлығы біледі оны. Сол жерде ортақ
ағылшында, Америкадан, Европадан, Ресей Федерациясы, басқа да мемлекеттерден, таяу шығыстың өзінен барлық адамдар бір-бірімен араласып отырады. Общий чатқа түрлі ссылкалар жіберіледі, бір-бірімен жақсы бір доверительный отношение дейді, бір-бірімен жақсы бір сенімділікті арттырып, сеніміне кіріп, сондай бір ссылкалар кіріп бір-бірімен араласып жатады. Сол кезде кіріп кетеді. Сонда қарап отырсақ, уақыт өте біз мысалы белгілі бір діни радикалдың портретін біз қалыптастыра алмаймыз да, себебі уақыт өте олардың да жаңағы әлде бар ма дегенмен бір жас ерекшелікпен шектелмейді. Шектелмейді, мұндай шектеу жоқ. Барлық кез келген теолог солай жауап береді. Өйткені барлық теологтың бір ауыздан айтатын, психологтардың өзі айтады. Сонымен қатар осы Раздыкова Гүлназ Мақсутовна, біздің Сарму орталығының директоры, ол кісі де айтқан, бір тек қана жасқа шектелмейді деген бұл нәрсе. Бірақ біз айтамыз, көбірек зона риска ретінде ол көбінесе жастар, мектеп оқушылары. Олар көбінде тартылып жатады. Жақсы. Жаңа тағы бір сұрақ, дегенмен олардың бір жиі пайдаланатын бұрмаланған діни терминдері бар ма? Кардинально бұрмаланған. Міне бұл негізі ислам дінінде ол осылай түсіндіріледі, а олар діни радикалдар. Бар, мысал ретінде енді жақында бір видео шықты. Ол уағызшыны тағы да көрермендерге айтамыз, тыңдауға болмайды ол уағызшыны. Есімін айтпай қойық. Сол бір уағызшы жақында бір видео шығарды. Мына полиция қызметкерінің фуражкасын алып, столбқа іліп қоятын болсаң, қияметте ол столб жанады дейді тозақта. Бұл жерде ол нені жеткізгісі келіп тұр? Полиция, жалпы құқық қорғау органдарында жұмыс істейтін адам тозақтық деп тұр. Сонымен қатар сол кісі тағы да жақында бір видео шығарды. Жезөкшелікпен айналысатын әйел адамның күнәсі ауыр ма, әлде полиция қызметкерінің күнәсі ауыр ма деген видео түсірген. Сол жерде жезөкшелікпен айналысатын әйелдің күнәсі жеңілірек дейді. Неге? Өйткені қанша жерден полиция қызметкері кешірім сұрап Аллаға тәубе етсе де, ол бәрібір тозақтық дейді. Сонда олардың ұстанымы бойынша тағут деген бір түсінік бар, термин бар. Олар тағут деген терминді өте жиі қолданады. Тағут дегеніміз не? Олар қалай түсіндіреді? Олар мынандай манипуляциялық сұрақ қояды. Олар былай деп айтады: сен жаратушының заңымен шешім шығарасың ба, әлде жаратылыстың заңнамасымен шешім шығарасың ба? Енді бұл демократия, зайырлы мемлекет, дәстүр, әдет ғұрып, бұның барлығы қоғамдық нормалар. Бұл енді өзіміздің құрастырған ережелер ғой, жалпы адамзаттың. Олар осыны бір жаққа, бір категорияға себетке салады, екінші бір себетке тек қана жаратушының заңы ретінде Құран мен хадисті алады. Екі жаққа бөліп тастайды. Бөліп тастағаннан кейін әлгі адам ол бір жағынан мұсылман болуы мүмкін, бір жағынан ол қоғамдағы нормаларды сақтайды, бір жағынан ол заңнаманы сақтайды, мемлекетті өзінің ұлтының несін жақсы көреді, кәдімгідей өзінің тұрып жатқан жерін. Оған сондай манипуляциялық сұрақ қояды. Один из двух дейді ғой, екі таңдаудың бірін береді. Сол кезде әлгі адам ол сенеді, сонымен қатар қоғамда өмір сүреді. Сол кезде ол адамға айтады: значит, сен кәпірсің дейді, сен діннен шықтың дейді. Неге? Өйткені сен жаратылыстың, адамзаттың заңын жаратушымен тең қойдың дейді. Сен бір дәрежеге көтердің дейді. Сол үшін сен тағутсың дейді. Сонымен қатар біз секілді теологтарды, осы құзырлы органдарда жұмыс істейтін адамдарды тағутпен айыптайды. Тағут деген сол өздерінің бұрмаланған термин мүлдем. Бірақ та Құранда тағут деген сөз келген, бірақ та олардың түсіндірмесі бойынша емес, мүлдем басқа мағынада келген. Олар осы мысалы терминді бұрмалайды. Мысалы, бида деген секілді термин бар. Өзіміздің неліктен бұл терминді айттым? Өйткені біз өзіміз жаңағыдай марқұм дүниеден өткеннен кейін бізде 7-сін жасап атады, 40-ын жасап атады, жылын жасап атады. Бізде жаңағыдай иісін жаңағы шерпек пісіреді деген секілді. Сонымен қатар бет ашар жасап атады, келін сәлем салу деген секілді өзіміздің құндылықтар бар. Солардың барлығын олар жаңағы мен айттым, бида деген терминді қолданады. Бида дегеніміз жаңашылдық, нововведение дейді. Бұрмаланған. Ол терминді ислам ғұламалары ханафи мазхабы деп айтамыз. Басқаша түсіндіреді. Түсіндіреді, басқаша. Бірақ та бұл жаңағы айтылып жатқан құндылықтарымыз, дәстүрді ол бидаға жатқызбайды. Олар айтады: жоқ, бұл діни тұрғыдан бида болып табылады, ол порицаемы, яғни ол құпталмайды, оны жоққа шығару керек дейді. Сонымен мүлдем дәстүрдің барлығын жоққа шығарады. Бұлай нақты айтқан кезде олар исламда түсіндіріліп тұрған терминді айқын түрде бұрмалап отыр. Бұрмалайды, өздерінің түсінігіне алып кете береді. Өздерінің мақсатына сәйкес бұрмалап отыр. Солай ғой, да?
Енді менде тағы бір сұрақ бар, ол мына қасиетті кітапқа байланысты, Құранға байланысты. Біз сияқты мысалы зерттеушілерде қасиетті кітапты еркін зерттеуге бізде қаншалықты бізге ол рұқсат етілген? Себебі өз уақытында Абу Ханифа да тікелей осымен айналысты емес пе еді? Менің білуімше. Және Әл-Фараби де мысалы осы төңіректе біраз өзінің ойларын айтқан. Бірақ Әл-Фарабиді осы тұрғыдан күпірлікпен айыптаған. Сонымен қатар Шәкәрімнің де еңбектерінен кездеседі, мысалы қасиетті кітаптағы ақпараттарды біршама өзгеше түсіндіру. Яғни қасиетті кітаптағы ақпараттарды, сүре аяттарын қаншалықты зерттеуде бізде еркіндік бар. Иә, Құранда мынандай аят бар. Алла тағала айтады: "Афала ятадаббарунал Құран" дейді. Олар Құранға ой салмай ма? Ой жүгіртпей ме дейді. Бұл жерден біз Құранға зер салып ой жүгіртуімізді Алла тағала міндеттеп жатыр. Ой жүгіртіңдер дейді. Сонымен қатар басқа бір аятта афала янзуруна илал ибили кайфа хулиқат дейді. Алла тағала айтады, олар түйенің қалай жаратылғанына қарамай ма дейді. Енді жалпы ислам ғұламалары айтады, ой жүгіртетін аяттар бар. Ой жүгіртуді, ақылды шектеу керек жерде шектейтін жерлер болады дейді. Мысалы, исламда методы познания деген бір тақырып бар. Мысалы, бізде ол кез келген ғылымда да бар, философия ғылымдарында, психология болсын, кез келген ғылымда бар. Біріншісі, бұл бізде эмпиризм деп аталады, яғни қоршаған орта. Физика, математика, химия, биология ғылымдары осы эмпиризмға жатқызсақ болады. Сонымен қатар рационализм дейді. Үшіншісі достоверное сообщение дейді. Осы Құран мен сонымен қатар хадистер келгеннің барлығы бұл бізде достоверное сообщениеға жатқызады. Мысалы, эмпиризм арқылы біз жануар әлемі, өсімдіктер әлемі, қоршаған ортаны зерттеу арқылы жаратушының, Құдайдың несін түсінеміз? Біз Құдайдың құдіретін түсінеміз, көреміз. Сонда қарап отырсаңыз, Құранда келген осы әлемге қатысты, осы аспанға қатысты көп аяттар бар, жерге қатысты аяттар бар, тауларға қатысты, планеталарға, космос дейміз ғой, бұл аспан әлемі, соған қатысты барлығына аяттар бар. Осы жерде ой жүгіртуге болады. Себебі біз физика, биология, химия секілді ғылымдарға жүгінеміз. Сонда ой жүгіртіңдер дегенді өздерің былай ғылыми тілге ауыстыратын болсақ, герменевтикалық талдау жасап, интерпретация жасап, түсінуге әрекеттеніңдер деген сөз ғой. Иә, біз осы жерде айтып рационализм бар. Екінші пункт дедік. Бұл жерде жалпы жаратылысты қарау арқылы, зерттеу арқылы бір гипотеза шығару, тұжырымдар шығару, жаңағы зерттеулерде оған шектеу жоқ. Шектеу жоқ. Енді қай жерде шектеу бар енді? Қай жерде ақыл шектеулі? Бұл ғайып мәселелері дейді. Ғайып мәселелері дегеніміз адамның көзі көрмеген, эксперимент жүргізе алмайсыз, бір микроскопқа сала алмайсыз, жаңағыдай адам ақылы жетпейтін нәрселер бар. Мысалы, енді исламда жәннат пен тозақ секілді нәрселер бар. Сонымен қатар қиямет, ақырғы заманға қатысты мәселелер бар, аяттар бар. Сонымен қатар адам дүниеден өткеннен кейін жаны қайда барады секілді түрлі сондай сұрақтар туындайды. Дегенмен менде мынадай бір мәлімет бар. Тозақ қасиетті кітапта сипатталған. Солай ма? Иә. Бірақ оны кезінде Әл-Фараби дейді, және мен Шәкәрім еңбектерінен де, Шәкәрім Құдайбердіұлы еңбектерінен де көрдім. Дегенмен тозақты сипаттаған кезде ол тек қана көзге елестету үшін берілген дейді. Бірақ шын мәнісінде тозақ солай ма, олай емес па, оны ешкім білмейді деген ойлар айтылған. Ғұлама ойшылдардың есімінен, атынан бұл беріліп тұр. Әл-Фарабидің атынан мысалы. Және Шәкәрімнің де мен өлең жолдарында осындай бір интерпретацияны кездестірдім. Енді бұл жерде енді бір ғылым болғаннан кейін әр адам бір көз қарас келтіре алады. Бірақ та біз жаңа ғана айттық, ғайып мәселелерінде... Дегенмен тозақты сипаттау, қасиетті кітаптағы тозақты сипаттау, ол интерпретацияға жатпайтын. Иә, ол жерде интерпретация беруге болмайды желательно. Иә, желательно бермеу керек. Өйткені ол жерде исламда оны тауқиф деп айтайды. Сіз оны ол жерде тоқтау керек адам. Өйткені адам ол жерден тоқтамайтын болса, адам түрлі дұрыс емес интерпретацияларды беріп, фантазияға бой беріп, дұрыс емес сөздерді айтуы мүмкін. Сол үшін сөгіс те естуі мүмкін кейде бір адамдар. Иә. Мұхаммад, тағы бір сұрақ, уақыт бізде өте шектеулі қалды дегенмен. Осы қазір интернет желісінде уағыздар өте көп.
олармен күресу, оларды тоқтату, олармен іріктеу жұмысымен айналысу өте қиын, мүмкін емес жағдайлардың бірі. Сонда уағызшылар көбінесе мынау ақпарат мына хадистен алынған, мынау ақпарат мына хадистен алынған, оның авторы Бухари, Шафии деп айта береді. Ал енді мен ғылыми көзқараспен қарайтын болсам, ешкім оған ғылыми талапқа сәйкес сілтеме жасап жатқан жоқ. Сонымен қатар осы жуырда тағы да бір анықталған ақпараттардың бірі, тіпті қасиетті кітаптың өзінде әйел адам, ер адамның қисық қабырғасынан жаратылмаған екен, ол онда мүлдем басқалай сипатталған екен деген ақпаратты кездестіріп, мен таң қалдым. Жоқ, бұл хадисте бар ақпарат дейді. Шын мәнісінде әйел адамның жаратылысы жөнінде, жалпы адамзаттың жаратылысы жөнінде қасиетті кітапта нақты айтылған. Бірақ ешқандай жаңағы қасиетті кітаптың ешқай аятында ол қисық қабырғадан жаратылған деген мәлімет жоқ. Бірақ бұл осындай хадистен алынған деген мәліметтің өзін зерттеушілер, өз уақытында модернистер, неомодернистер жоққа шығарған. Бұл енді қарап отырсаңыз, өте бір сондай үлкен кемшіліктердің бірі. Осындай қателіктер табылған кезде біз оны мойындауымыз керек деп есептеймін. Қалай ойлайсың? Себебі бұл өте қатты бұрмаланған. Қандай мақсатта бұрмаланған? Енді жалпы исламдағы көп мәселелер 90% пайғамбардың сөзінен тұрады. Құранға қатысты келген жалпы форматтағы сөздер бар. Мысалы, намазға қатысты сөздер бар, оразаға қатысты аяттар бар. Бірақ та намаздың парыздары қандай, оразаны не нәрсе бұзады, бұзбайды деген секілді басқа да көптеген терең мәліметтердің барлығын біз хадистен аламыз. Сол үшін хадисті жоққа шығару бұл дұрыс емес. Жоқ, мен жоққа шығаруды айтып отырғам жоқ. Менің айтқым келіп отырғаны, егер ол нақты сол Бухаридің хадисінен алынған болса, нақты сол кітапқа сілтеме жасалу керек. Бірақ мен оны көріп жатқам жоқ. Ешқандай ғылыми зерттеулерден көрем оны. Әрине, сіз енді қараңыз, уағыз айтатқан кезде алдарында ол қарапайым жамағат отыр, қарапайым халық отыр. Қарапайым халық ол хадистің нумерациясын қай бетте келді, оларға маңызды емес. Себебі уағыз айтылған кезде уағыз ол эмоциялық бір күйде отырады. Бір адам кейде бір кішкене бір қуанады. Бір адам жаңағыдай ренжиді емес енді, бір адам жаңағыдай ойланып қалады, бір адам бір қатты кіріп кетеді, мұңға кіріп кетеді, әртүрлі эмоцияда болады. Сол үшін уағыз ол жалпы адамды бір жақсылыққа ынталандырып, жамандықтан тыю мақсатында айтылып жатады. Уағыз ол жерде бір жаңағыдай білім берілмейді. Оны сонымен қатар осы Ерсін Әміре секілді өзіміздің имамдарымыз, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасынан бекітілген, олар да айтады. Ал жаңағы айтып атқаныңыз нақты не бермейді деген секілді нумерация, себебі ол жерде бір мұқтаждық жоқ ол нәрсені айтуға. Себебі ол уағыз айтылып жатыр. Ал әрине бір сабақ болса, лекция болса, семинар болса, мақала жазып жатса, ол жерде міндетті түрде әрине сілтемелерді беру керек. Қай жерде алынды, қай нумерациямен, қандай бетте деген секілді жазылу керек. Дегенмен енді ислам тәртіптері бойынша мен өзімнің ойым, қасиетті кітапта барлық ақпараттар дегенмен адамның өмір сүруіне, өмір сүру тәртіптеріне байланысты 80-90% қасиетті кітапқа жүгіну керек деп ойлаймын мен өзім. Соған шақырам адамдарды. Ал енді қасиетті кітапта жоқ өзің айтқандай тәртіптерді, исламға қатысты тәртіптерді әрине хадистерден алу керек. Бірақ әрине енді жаңағыдай діни радикалдар оған қарамайды. Олар жаңағыдай үстірт айта береді, ол хадис шындық па, жоқ па, бұрмаланған ба, оған олар қарамайды. Әрине, оны бақылау өте қиын. Бірақ дегенмен өзіміздің ортада, өзіміздің мемлекеттік мекемелерде, мен ойлаймын, тек қана бірінші орында қасиетті кітапқа жүгіну керек, сосын барып, кәдімгідей ресми түпнұсқа, көшірме, хадистерге жүгіну керек деп ойлаймын. Осыған біз шақыруымыз керек деп ойлаймын жалпы. Дін саласында жүрген мамандарды, қызметкерлерді, студенттерді соған оқытуымыз керек деп ойлаймын. Себебі әрбір қолданылған хадистің сілтемесі ғылыми тұрғыдан дұрыс берілу керек. Сонда мен ойлаймын, біраз болсын жаңағы қоғамдағы кереғар жағдайлардың алдын алуға бұл өз септігін тигізеді деп ойлаймын. Сонымен бүгінгі біздің подкастымыз аяқталды. Мұхаммад, саған үлкен рахмет келгеніңе. Бұл біздің бірінші түсірілім. Әрі қарай қалай жүретін
көреміз, алла жазса көреміз. Дегенмен егер біз канал ашып, бұл тұрақты түсірілімге айналатын болса, біздің каналға жазылыңыздар, қолдау көрсетіңіздер, үліпіл басыңыздар. Рахмет. Сізге Сау рахмет. болыңыздар. Сау Келесі болыңыз. кездескенше.